Бөлшектің бөліміндегі ресанттан құтылыңыз. Ресант деген түбірастан құтылу ғой. Біз 7-ші сыныпта өткен мына формуланы қолданамыз. А плюс б-ны а минус б-ға көбейтсек, а квадрат минус б квадрат. Мына екеуі бір-біріне түйіндес деп атайды. Х азайту 6, түбірасты х азайту 2, қосу 2. Мынау а, мынау б. Түйіндесі түбірасты х минус 2 азайту 2 болады. Бөлшектің бөлімін қандай санға көбейтсек, алымын да сондай санға көбейту керекпіз. Мынау сонда түбірастында х минус 2-нің квадраты азайту 2-нің квадраты. Үстінде х азайту 6, түбірасты х азайту 2 азайту 2 болады. Тең болады. Үстінде х азайту 6, түбірасты х минус 2 азайту 2-ні көшіріп жазамыз. Түбірінің квадрат кетеді. Х азайту 2 азайту 4. Енді осы жерде х азайту 2 азайту 4 х минус 6-ны береді да. Мына х минус 6 мен х минус 6 қысқарады да. Түбірасында х минус 2 бөлу 2. Міне бөлімінде ерасыматтан құтылдық, тіпті бөлімнен де құтылып кеттік. Кейде бөлімнен құтылмайтын кездер болады. Ең бастысы бөлім иррационал емес дегенге келтіру керек.